Bugün biz Қазақтың ұлттық ойыны Хан Талапай ойынымыз, балалар. Хан Талапай ойынын ойнамас бұрын мен сендерді Хан Талапай ойынының ережесімен түсіндіріп өтейін. Мына дорбаның ішінде көптеген асықтар бар. Ол асықтың ішінде бір ерекше қызыл асығымыз бар. Ол қызыл асық хан асығы деп аталады. Қазір балалар сендерге мына көптеген асықты талапай басталды ойын алақай деп шашқан уақытта сендер өздерінің қолдарының шапшаңдығымен асықтарды жинап алуларың керек. Егер кімге қызыл асық түссе, сол ойынды жалғастыратын болады. Ендеше Хан Талапай ойынын бастайық. Талапай, басталды ойын. Алақай! Аламыз, Кімге түсті қызыл асық хан асығы? Әміреге түсті. Бәріміз асықтарымызды дізіп шығамыз енді. Қызыл асықты ұтып алған ойыншы бірінші бастайды. Жарайсың, тез асықтарын жинап аламыз. Жарайсың, айықтан кел ал. Жарайсың, аламын асықтарын алам. Орнымызға барып тұрамыз. Жарайсың, асықтарын тез жинап аламыз. Жарайсың, асықтарын тез жинап аламыз. Арлан асығында аламыз. Бәріміз атып болдық, орнымызға отырамыз. Жарайды. Кімде қаншасы бәріміз санайды асықтарымыз. Айсұлтанда бізде 4-еу, Ерасылда 1-еу. Бізде сонымен Айсұлтан жеңіске жетті. Айсұлтанды қол соғып қошеметтеп қояйық. Жарайсың, Айсұлтан. Ал енді біздің Хан Талапай ойыны аяқталды. Ұнады ма Хан Талапай ойыны? Иә. Ал ендеше сау саламатта болыңдар.